Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабек қызы. Бүгін сіздермен дәл осындай дәмі өте ерекше болып шығатын кәуап дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Біздің кәуабымызды дайындауға құс еті қажет болады. Дәл осы видеода көрсетілгендей мөлшерде кесіп алыңыздар. Және бізге пияз, қызанақ, сарымсақ қажет болады. Дәл осылай ұсақтап кесіп аламыз. Және тұз, бұрыш, лавр жапырағы, дәм қосар, және кәуапқа арналған дәмдеуіш, қызыл бұрыш және паприка қажет болады. Енді дәл осы құс етімізді жақсылап бөліктерге бөліп, турап шығамыз. Аяқтары мен қанаттарын бөлек бөліп алып, қалған бөліктерінде дәл солай төрт піштілеп, пішіндеп бөліп шығамыз. Кәуапқа қосылатын толық құрамының мөлшерін осы видеоның астында описаниеде көрсетілген, сол жерден қарасаңыздар болады. Өзіңіздің қалауыңызша турасаңыз болады. Бізге дәл осы орташа пішінде ыңғайлы болды. Дәл осылай турадық. Енді дайын болған құс етімізді үлкендеу табағымызға салып дайындап аламыз. Және үстіне пиязымыз бен қызанағымызды саламыз. Енді туралған сарымсағымызды саламыз. Кейін үстіне дәміне қарай тұз, бұрышымызды саламыз. Және қалған барлық дәмдеуіштерімізді дәміне қарай салып шығамыз. Енді үстіне 2-3 дана лавр жапырағын видеодағыдай ұсақтап үстіне саламыз. Енді барлығын жақсылап біріккенше араластырып шығамыз. Міне біздің тұздалған кәуабымыз дайын болды. Енді әбден сіңгенше салқын жерге бетін жауып 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Тіпті бір түнге қойсаңыздар да болады. Әбден сіңген кәуаптарымызды осындай торға салып пісіретін боламыз. Жақындарыңыздың көмегімен мангалға дәл осындай от дайындап алсаңыздар болады. Және дайындаған кәуаптарымызды екі жағын қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Достар, міне біздің ерекше тұздалған кәуаптарымыз дайын болды. Міндетті түрде дәл осы рецептпен тұздап көріңіздер. Жақындарыңызға ұнайтыны сөзсіз. Видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабек қызы. Астарыңыз дәмді болсын. Тіркелуді ұмытпаңыздар.